Тақырыбы қоздырғыштар. Неге біздің кейде дене қызуымыз көтеріледі? Жұмысқа бармай демалыс алу үшін. Жоқ. Жоғары температура бұл бактериялар мен зеңдер, вирустар сияқты қоздырғыштармен күресу үшін біздің ағзамыздың қорғаныс реакциясы. Бұл қоздырғыштар ауру тудырады. Сондықтан қоздырғыштар біздің денемізге енген кезде лейкоциттер сияқты иммундық жасушалар қан айналымына келіп қосылатын пирогендер деп аталатын химиялық заттарды шығарады. Мен фильмдердегідей деп ойладым. Олар кинотеатрлардан шығады. Өтінемін, мынаған назар аударшы. Біздің миымыздың кішкене бөлігі болып табылатын гипоталамус деген бар. Ол денеміздің қызуын реттейді. Алайда, бағанағы қоздырғыштар гипоталамусқа жеткенде, ол біздің дене қызуымызды көтере бастайды. Соның нәтижесінде жоғары температура пайда болады. Сондықтан, мұндай жоғары температураның пайда болу себептерінің бірі көптеген қоздырғыштар жоғары температурада өмір сүре алмайды. Осылайша олар жойылып кетеді де, біздің денсаулығымызға қауіп төнбейді.